Мен Сырдария ауданы Шаған ауылындағы нөмірі 37 мектеп лицейінің 6 сынып оқушысы Мұрат қызы Мөлдірмін. Мен осы Қобыланды батыр жырын жаттауды көктемнен бастап қолға алдым. Қобыландыдай төрені қазақтың ері келді деп, көктім аймақ атасы кезекті бұған бергені. Кәміл пірі жебеді, қолына алып толғанып, қозы жауырын жебені, ат үстінде шіреніп, сонда тұрып тартады. Құрулы бақан басында екі бөліп ұшырды, ай астында теңгені. Құртқа көріп батырды, шашу шашып басына, бұралып келді қасына. Нұрына тойып төнгені, көзі көрмей өңгені, іздеген теңім келді деп, патшаға салып жеңгені. Осы жылда кездесетін күнелген сөздердің мән мағынасын зерттеудеміз. Жалпы осы Қобыланды батыр жырына деген оқушымның, яғни Мөлдірдің қызығушылығы өте зор, талабы жоғары деңгейде. Зерек алғыр оқушылардың бірі, зейіні жақсы, жаттау қабілеті ең бірінші баланың зейіні болу керек, өзінің ынтасы, жаттау қабілеті өте жақсы, жоғары деңгейде.